Қайырлы күн, әріптестер. Біздің мақсатымыз осы авторлық бағдарламаны тарату жолында болады. Тарих пәнінің мұғалімімін. Тақырыбын 18-20 ғасырлардағы қазақ даласындағы ұлт-азаттық көтерілістердің қозғалыстар туралы қамтылған. Бұл бағдарлама жылына 34 сағатқа арналған 11 сынып оқушыларына аптасына 1 сағатқа. Бағдарламаның мақсаты осы 18-20 ғасырлардағы қазақ даласындағы ұлт-азаттық көтерілістердің зерттеу арқылы оқушылардың тарихи білімін тереңдетіп, ұлтжаншылық қасиеттерін қалыптастырып, ұлт-азаттық көтерілістердің тарихи маңызын түсіндіру болады. Бағдарламаның өзектілігі жалпы осы аралықтағы еліміздің тарихын терең білу арқылы ұлттық рухымызды көтеріп, жас ұрпақтың бойында патриоттық сезім дамытып, өз елінің тарихи оқушылардың тарихи санасын қалыптастыруға ықпал етіп, патриоттық тәрбие беруге бағытталған. Ұлт-азаттық қозғалыстардың маңызын түсіну арқылы Қазақстанның тәуелсіздігіне деген құрметтерін арттыру. Ерекшелігі бұл бағдарламаның жаңа тарихи зерттеулер, деректер мен құжаттар қолданылған, оқушыларға интерактивті тақырыпта тапсырмалар мен жобалар ұсынылған, оқушыларға тарихи оқиғаларды визуализация мүмкіндігі берілген. Бағдарлама заманауи технологиялық әдіс-тәсілдермен пайдалана отырып, тарихи білімдерін тереңдету мүмкіндіктерін береді. Ғылыми әдістемелік деңгейі бұл бағдарламада жас ерекшеліктер мен психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оқушылардың тарихи ізденіске деген баулып, әртүрлі әдіс практикалық сабақтарымен ұштастырылып жүргізіледі. Бағдарламаның бағыты патриоттық сезімді нығайту болып табылады, тереңдетіп оқытуға мүмкіндік береді. Десе де бұл бағдарламалар 8-9 сыныптарда тарих пәнінен оқытылған болса, 11 сыныпта бұл қайталау әрі ұбт-ға дайындау мақсатында жүргізіледі. Оқушыларды қолданатын сабақта қолданған әдіс түрлері өте көп. Бірінде деректерді талдау берілсе, дискуссия жүргізу, топтық жобалар жасау, мәтінмен жұмыс жасау, жеке немесе топтық, жұптық жұмыстар жасалу, зерттеу сәйкестендіру, бейнероликтермен жұмыс жасау, сол сияқты әртүрлі кестелерде тапсырма ретінде беріліп отырады. Оқушылардан күтілетін нәтижелер осы аталған бағдарлама мазмұны бойынша тарих фактілерді талдай біледі, ұлт-азаттық қозғалыстардың себептерін түсіндіре алады, қазақ батырларының рөлін айқындайды, ұлттық саясаттың салдарын түсінеді, тарихи құжаттармен жұмыс жасау арқылы дағдыланады және меңгереді. Патриоттық сезімді нығайтады, ұлттық сана сезімді дамытады, тарихты зерттеуге қызығушылық танытады. Менің қазір мына техникалық ақауға байланысты слайд ашылмағандықтан сіздерге уақытта экономдау мақсатында ары қарай жалғастыра берейін. Пәнаралық байланыс. Бұл жерде осы көтерілістерді меңгере отырып, біз әдебиет пен картография мен география пәндерімен байланыс жасаймыз. Кәсіпке бағдарлау, тарихты зерттеу арқылы оқушыларды тарихшы, мұрағатшы, мұражай қызметкерлері сияқты мамандықтарға қызығушылықтарын арттыруға болады. Оқушы білуге керек критерийлер бұл жерде негізгі тарихи фактілерді зерттей біледі, тарихи қозғалыстардың себептерін түсінеді, қазақ батырларының өмірбаяны мен ерліктер туралы деректер жинауға қызығушылықтарын арттыруға болады. Ұлттық саясаттың салдарын талдау арқылы осындай негізгі мәселелерге тоқтала аламыз. Авторлық бағдарламаның көлемі тест, арнайы логикалық тапсырмалар арқылы да оқушыларды кері байланыс алып отыруға болады. Жиынтық бақылау, қосымша сайттар арқылы тест тапсырмаларын орындау және басқа да көптеген инновациялық жаңа технологияларды қолдана отырып, бірнеше тапсырмаларды кіріктіре аламыз. Жалпы бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім, яғни 18 ғасырдағы көтерілістер қамтылған болса, екінші бөлімде ұлт-азаттық қозғалыстар 19 ғасырдағы, үшінші бөлімде 20 ғасырдағы ұлт-азаттық қозғалыстардың бағыттары туралы, және 4-ші бөлімде 20 ғасырдағы ұлттық қозғалыстарды қосымша қамтып кетеді. Жалпы КМЖ-сы осы 34 сағатқа арналған. КМЖ-ның ішінде барлық осы әр қарындай берілген тапсырмаларға байланысты
әдіс тәсілдер, қолданатын тапсырманың түрлері және басқа да ресурстар пайдаланылған. Пайдаланған әдебиеттер, оқулықтар, деректер, қосымша әдебиеттерді қолданылып пайдаланылуға болады. Қорытындылай келе, осы ұлт-азаттық көтерілістерінің барысында оқушыларды өткен материалдарды еске түсіру болатын болса, бірінші кезекте, яғни 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарда негізгі осы көтерілістер қамтылған оқулықта. Сондықтан осы көтерілістерді біз зерделеп, талдап және тест нұсқалары арқылы бұға дайындық жасауға бағытталған бағдарлама болып саналады. 11-ші сыныптарға арналған. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сіз жерге жауапқа беруге болады.